Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге қысқа да нұсқа алкин тақырыбын түсіндіріп өтсем. Енді алкин дегеніміз қандай қосылыс? Бірінші жалпы формуласына тоқталайық. Жалпы формуласы оның бізде CnH2n-2. Енді бұл жерде жалпы формуласына қарап біз не айта аламыз? Бұның ішінде үш байланыс бар. Үш еселі байланыс. Яғни, мысал ретінде келтіретін болсақ, осы формуласына байланысты С2H2 деген қосылысымыз бар. Оның аты ацетилен деп аталады, яғни алкинді ацетилен көмірсутектер деп атаса болады. Ацетилен. Енді ацетилен, яғни оны этин деп атаса да дұрыс, ацетилен деп атаса да дұрыс. Бұның құрамында бізде үш байланыс бар. Яғни үш байланыс қалай орналасып тұр? Екі көміртектің арасында үш байланыс бар, жанында бір сутектен бар, яғни С2H2. Бұл жерде үш байланысы бар екен біле тұра формуласына қарап, біз оның білеміз, что алкадинге классаралық изомер болып табылатын. Және үш байланысы болғандықтан бұл жерде ол sp гибридтену типіне жатады. Екі байланыс болса sp2, дара байланыс болса ол sp3-ке жататын еді. Енді дәлше қарайық. Бізде ең негізгі заттарына тоқталатын болсақ, бізде жалпы алкиндардың алынуы маңызды. Ең маңыздылары. Енді алынуына тоқталсақ, біріншісі ол бізде өнеркәсіпте. Өнеркәсіпте өздерің білетіндей, более доступны заттан алыну керек. Яғни метанды 1500 градуста қыздырған кезде бізде алынады С2H2 қосылған H2. Енді реакцияны теңестірмен, бұл жерде метан, мынау бізде метаннан ацетилен алынды. Енді келесі бізде екінші реакциямыз, ол екінші реакцияда бұл жерде уже техникада алынады. Техникада ол екі сатылап жүреді реакциясы. Басында кальций оксидіне көміртек қосылады. Кальций көміртек 2 қосылған СО газы түзіледі, яғни иіс газы түзілді. Кальций карбидіне біз су қоссақ, дальше кальций карбидіне су қоссақ, бізде шығады кальций OH 2 еселенген и С2H2 ацетилен шықты. Значит, бізде осылай техникада алады екенбіз. Ал үшінші сатысы, үшінші жолы, ол бізде зертханада алу. Зертханада біз дибром алканға жаңағы сілтінің спирттегі ертінісін қосу арқылы аламыз. Получается, дибром алкан дегенде бұл жерде С3H6 бром 2 дибром пропанды алайық. Осыған, например, калий OH спирт. Яғни спирттегі ертінісі болу керек. Спирттегі ертінісі қосылды, сол кезде бізде алынады пропен. Яғни пропен бізде үш байланысы бар, және мына жақта бір байланыс. Оған қосамыз калий бром, қосамыз H2O-ны. Получается, шығатын өніміміз ол пропен және жаңағы металл мен бром қосылып кетеді, және су шығады екен. Жалпы осылай. Потом бізде төртінші жолы бар, ол дегидрлеу арқылы. Яғни дегидрлеу дегеніміз сутекті просто шығарып тастау. Яғни сутекті қалай шығарып тастаймыз? Былай жатқанда С2H6 этанға никельдің қатысында С2H2 алынады және сутек алынады. Мына жердегі қосылысымыз ол бізде этан, мынау бізде этин дегеніміз жаңағы ацетилен. Жалпы логика түсінікті деп ойлаймын. Мына жақта реакцияны теңестіре саламыз. Никель немесе палладий, платина деген сияқты элементтерді қоссақ болады орнына. Енді бұл жерде бізде тағы маңызды заттар химиялық қасиеті. Енді химиялық қасиетіне тоқталсақ, бұл жерде бізде ең маңыздысы ол гидрлеу. Енді бұл жерде айтайық, гидрлеу жалпы қалай жүреді? Гидрлеу дегеніміз ол бізде сутекті қосу. Значит, С2H2-ге сутек қосатын болсақ, бізде түзіледі, 1 моль сутек қоссақ, С2H4 түзіледі. Яғни, мынау бізде этен. Қос байланысқа өзгереді. Мынау бізде басында этин еді. Этиннан этинге өзгерді. Енді тағы бір саты жүргізетін болсақ, яғни С2H4-ке H2 қосылатын болса, онда бізде түзіледі С2H6.
мынау біз этен еді, эттан түзілді. Түсінікті ғой. Получается, ол жерде бастапқыда 2 моль қоссақ болады, немесе 2 сатылап жүргізсек те осылай қаныққан көмірсутекке келеді екен, алқанға келеді екен. Енді галогенденуіне тоқталайық. Бұл бізде галогенденеді, жақсы галогенмен реакцияға түседі, потому что бізде бұлар қанықпаған. Галогенденуі. Жалпы галогенденуі қалай жүреді? С2H2 бұған бром қосылатын болса, тура жаңағы сутек қосылғандай, получается түзілетін затымыз С2H2 бром 2, тағы бір сатыда жүргізетін болсақ, С2H2 бром 2-ге қосамыз, тағы да бір бромды, сонда шығады С2H2 өзгерген жоқ, бром 4. Яғни түзілген затымыз, мына жердегі түзілген затымыз бұл бізде дибром этен. Мынау бізде тетрабром этан. Яғни более қаныққан көмірсутекке өтіп жатыр деген сөз. Енді бізде келесі затымыз, яғни келесі реакциямыз химиялық қасиетіндегі үшінші реакция, ол бізде Кучеров реакциясы деп аталады. Кучеров реакциясындағы бұл жерде жалпы механизм судың қосылуы арқылы. Енді бұның екі түрін көрсетеміз. Яғни ацетиленнің өзіне су қосатын болсақ, онда альдегид шығады. С2H2-ге су қоссақ, H2O, бізде шығады CH3SOH деген қосылыс. Бұл бізде сутек және сынап иондарының әсерімен жүреді. Енді келесі екінші пропин немесе бутин деген сияқты басқа гомологтары бар ғой ацетиленнің. Соларға су қосылатын болса, онда бізде уже кетон түзіледі. Получается, кетон дегеніміз С3H4 қосамыз. H2O-ны шығады бізде, мысал үшін CH3SO3. Яғни кетон мен альдегидтің қандай разницасы бар? Альдегидтің функционалдық тобы осы, ал кетондікі мынау. Яғни кетонда ол жерде SOH деп тұрмайды, SO деп қана тұрады екен. Жалпы логикасы түсінікті деп ойлаймын. Енді дәлше кеттік. Келесі бізде тағы бір маңызды реакциялардың біреусі, ол бізде тримерлену. Осы соңғы уақытта қаңтар ОБТ-да өте көп деп келіп жатыр. Яғни бұл жерде тримерлену қалай жүреді? С2H2-ні біз 3 есейлейміз. 3 еселеп алдына 3 деп қоямыз. Яғни бұл жерде көміртектің қатысында және 600 градус температурада болады. 600 градус температурада бізде түзілетін затымыз С6H6 бензол түзіледі. Мынау бізде ацетилен еді басында. Ацетиленнен бензол алынды. Мынау жалпы маңызды реакциялардың біреусі. Келесі тағы бір реакциямыз, ол уже бізде тотығу реакциясы. Бұл нешінші болады? Бізде 5-ші болады екен. 5-ші реакция тотығу. Тотығу реакциясына келетін болсақ, бұл жерде калий МНО4-тегі оттекті пайдаланамыз. Получается, калий МНО4-ті полностью өзін қоспаймыз, сол жердегі 4 оттекті пайдаланамыз. С2H2 қосамыз. Оттек бізде мынаның ішіндегі 4 молекуланың барлығын пайдаланамыз. Получается, 4 оттекті қосады екенбіз. Неге тік жақшамен қалдырдым? Потому что ол бір қосылыстың ішінде тұрған оттек. Значит, бізде шығатын қосылысымыз SOH. Бұл қосылысты қымыздық қышқылы деп атайды. Қымыздық қышқылы немесе дикарбон қышқылы деп те атайды. Жалпы логика түсінікті деп ойлаймын. Негізі осы маңызды реакциялардың біреусі. Енді бізде тағы бір реакция бар. Көбісі біле бермейтін реакцияның біреусі. Ол бізде С2H2-ге күміс айна реакциясына ұқсайды, бірақ күміс айна реакциясы емес. Бұл жерде аммиактағы
күмістің ерітіндісі қосылады, яғни күміс оксидінің ерітіндісі қосылады. Как күміс айна сияқты жүреді. Получается, бұл бізде сұр тұнба түзілетін реакция. Былайша айтқанда сапалық реакция деп қалдырғанымыз дұрысырақ болады. Көбісі мән бермейтін реакция болып бізде. Сапалық реакция. Получается, сапалық реакциясы ретінде С2H2-ге қосамыз аргентум 2 оксидті. Аргентум 2 оны. Бізде шығады аргентум көміртек, ортада 3 байланыс тура солай қалады. Тура солай қалғандықтан бізде мына жақта то же самое сутектің орнына аргентум кеп қосылады. Және су түсіреді. Мына қосылыстың аты ацетиленид деп аталады. Получается, күміс ацетилениді. Күміс ацетилениді. Енді бұның түсі бізде сұр түсті. Сұр түсті тұнба түзіледі екен. Жалпы бізде ацетиленді қай жерде қолданады? Металдарды өңдеу, яғни металдарды дәнекерлеу, кесуде қолданылады. Сосын сірке альдегидін алуда, сірке қышқылын алуда қолданылады. И синтездік көксағызды алуда, жалпы сондай қосылыстарды алуға қолданылады екен. Жалпы осы логикасы, думаю, барлығы түсінікті деп, егер сұрақтарыңыз болса, жазып кетсеңіздер болады.